Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мінекей сіздерге жылқының қазысын бұзудың екінші варианты. Дүкенде мынау жіліктерді біз алдында пышақпен шығарып аттық қой. Енді оны пышақпен көп уақыт алмай арамен кесіп қазының үштерін шығарып жіберетін екінші вариантты көрсетеміз. Бастадық ендеше. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қандай видео сіздерге керек, қай етті қалай мүшелеу керек, сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Ендеше бастаймыз. Ал мінекей жаңағы былай мына жерде мен дайындап қойдым уақыт алмау үшін. Былай кесіп аламыз. Мына жерде менің ортасынан былай үлкен мал болса былай жақсылап кеңірек аламыз. Мынау 194 килограмм, мынаған кішкене былай алсақ жетеді. Мына жағын солай бір қарыс. Егер қысқалсаңыздар былай мынау омыртқа кішкене болып қалады. Үлкен алсаңыздар қабырғаның аяғындағы ет жалаңаш болып қалады. Сондықтан малдың үлкен биелер болса бұл аямай былай алу керек. Үлкен мал болса былай. Енді кішірек тайлар болса әлде кішірек алу керек былай. Мынау енді 194 мен үйренген бойынша бір-екі рет кескесін үйреніп аласыздар. Ал мінекей бірінші былай із салып аламыз. Мына жағына солай із салып аламыз осылай. Енді мына жағына да мен уақыт алмайын деп сіздерге дайындап қойдым. Мынау әрбір қазының ортасын былай пышақпен кішкене кесіп қоймыз. Енді бұны мен өзім үйренген қасапшыларымдан көргенімді істеп отырмын. Мінекей бәрі жерін осылай, мына жағында осылай қазылардың орталарын былай тігіп аламыз. Сосын мынандай бір сызып аламыз былай. Мынау қазылардың үшін мына жағына солай мен сызып дайындап қойғам. Ендігі сіздерге бүгінгі бұл өткен сабақта біз басқаша мынау әрбір қазыны біз пышақпен былай қазының үштерін әрқайсысын былай пышақпен шығарып көрсеткенбіз алдыңғы сабақта былай. Енді оның бәріне көп уақыт алады, асығыс болады. Сондықтан біз қазір мынаны тағы бір варианты, жеңіл варианты. Онда арамен мынау қазының дәл мына жерлерінен кесіп тастаймыз. Пышақпен шығарғанша кесіп тастақ жеңіл болады. Ал қазір енді кішкене аршылады. Айландырып алып мына жағын жеткіземіз. Енді қараңыздар, мынау басып ағасын мінекей мына жерден пышақпен осылай қазымен омыртқаны ажыратамыз. Оны түбіне қарай тақап етті омыртқаға жіберуіміз керек. Қазының аяқ жағы шамалы жалаңашталады. Ол ештеңе етпейді. Еттің бәрін бір қазын сыпырып алдық, қазбаны көрсетеміз. Енді екінші жағында солай. Бұл енді екінші вариант. Мінекей жаңа біз есептеп бір қарыс алғанымыз не? Мынау омыртқада қалады. Қазір бұл былайына кесіледі. Оны кесіп көрсетеміз. Ал енді қазыны кесудің тағы бір жолы өткендегі сабақта Жандос деген қасапшымыз бұзған.
ол бұның бәрі пышақ емес деген. Енді жылқының еті свежий тұрғанда пышақпен істеуге болады. Қатып қалған жағдайда мынандай үштері пайда болады. Оны арамен осылай арамен алып лақтыра береміз. Қазір тағы келесіне қалқалады. Ортасынан пышақты салып сызып әкеліп сызып аламыз бірінші. Пышақпен кетті, пышақпен де кетті. Кейбір пышақпен кетпейтін жерін арамен кесеміз. Қатып қалған жағдайда араның көмегі өте жақсы. Із салып алып, негізі қазір шамалы тобарсытып жылқы етін холодильникке қойып тұрғанда ыңғайлы болады. Мысалы мынандай жерде қиын болса, қатып тұрса сосын былай бүктеп қоямыз. Мінекей жаңағы қазыларымыз мынандай болды. Екелі керемет осылай шығады мінекей.